Жақында біз осы Умраға барып келдік. Мен сол Умрадағы жігіттерге осы нәрсені айтып түсіндірдім. Қазірде сол Саудия мемлекетінде өте беделді семьяға айналған. Бір шал мен кемпірдің 3 қызы болады да, жасы келген әжесі болады. Бірақ бала кедейліктен, судырыжды сор болғанда кедейліктен Рамазан айы келді. Рамазан айы келіп, адамдардың барлығы қуанып, оразаны күтіп алғандай, бұлар да оразаны күтіп алады. Бірақ олардың сәресінде қап-қара су және қараннан басқа ештеңе жоқ еді. Кешке шейін аш жүрді, кешке ауызашар болды. Bütün мұсылмандардың қуанатын уақыты. Ауыз ашып, қарны тойып, Аллаға бір шүкірлік қылып, сонда бір Аллаға хамд айтатын уақыт. Бірақ ол бишаралар кешке ауызашарға қара су және қара нанмен ғана ашып қоя салды. Үшінші күні өткен уақытында әйелі айтты: "Қандай еркексіз" деді. Көшеге шығып бірдеңе тауып келсеңізші деді. Біз ғой мейлі ана үйдегі шешеңізден обал болатын болды ғой. Ол өліп қалатын болды ғой. Қараңыз. Бұл Меккеде болып жатқан оқиға. Бұл Меккеде болып жатқан оқиға. Жаңағы кісі шығады. Жас жігіттік уақытында таппаған дүниені қартайғанымда қайдан табамын деп көшеге жылап, Аллаға өзінің мұңын айтып: Алла, осы бүгін кешке қалдырмастан жанымды аласыз, жүда ырзамын. Мына кедейлік дегенін мынадан тойып кеттім мен. Bir gün әлі тойып тамақ жеген жоқпын. Bir gün тойып тамақ жеген емеспін мен. Allah, осыншалық сынағың осынша қатты болады ма деп жылап өкіріп кетіп бара жатып, бір ағаштың түбіне келеді, сол жерде өте қатты жылайды. Бүгіннен басқа менің жанымды аласаш, бала-шағамның алдына, шешемнің алдына құр алақан бару мен үшін өлім, одан гөрі өлтіресаш, жанымды аласаш деп. Сол жерді ұрып атыр, сөйсе қолы бір нәрсеге тиеді. Сен қараса, амиян. Манандай амиян. Ұстап көрді, өзіне сенбейді, ұстап көреді, өзіне сенбейді. Кейін ішін ашып барса, ішінде алтын ғой. Жан-жағына қарайды, аспанға қарайды. Құдай тастады ма, не берді бұл? Бір пәсте бай болып қалып, әрі ойлана, бер ойлана, оқ дейді. Енді жақсы болды. Енді бұдан пайдаланып, мен Құдай енді осынша жыл сабыр қылғандығыма, осыны маған берген шығар деп ойланып отыр еді, бірден тоқта деді. Қараңызда, тоқта деді. Бұл Мекке ғой деді. Меккеде тауып алған нәрсе харам. Мекке халқына сол жерде түсіп қалған нәрсені тауып алып өзіне істету харам. Негізінде бұл харам, халалды байлар ойламайды ма негізінде? Аш адамға не керегі бар? Қараңызда. Бірақ мұсылман адамның ақидасы, мұсылман адамның сенімі, мұсылман адамның Алладан болған қорқуы қандай болады да? Сөйтеді, қой деді. Мен де сонша Құдай, сонша сабыр қылдым ғой. Ішмедім, жемедім. Енді Құдайдың өзі берді ғой деп, кешке шейін алысты да өсті. Содан кейін жоқ деді, үйге барайын деп, үйіне келіп еді, әйелі қайран қалды. Әйел деген жаман сезгір болады ғой, білесіздер? Жаман сезіп қойды бұлар ше. Тыныштық беді. Не тауып алдың деді. Ана енді бишара жасырамай қалды. Деді, мен деді, мынандай тауып алдым деді. Құдай берді ғой, оразада берді ғой Құдай мені. Біздің аш жүргенімізді көрген Құдай өсті бере салды ғой деп тұр. Тоқта, өзің бас деді. Білесің бе, Меккенің халқына түсіп қалған затты алу харам екенін білесің бе? Білем ғой деді. Бірақ деді, Құдай оны әркімге де бере білмейді. Именно сенің тауып алғандығын қарасай мынаған.
Бұл саған бұйырып тұр ғой, саған бұйырып тұр міне. Қыздар да бой жетіп қалды, қыздарды шығарасың, енді үйді жөндеп аламыз деп еді. Тоқта, болмайды бұл деді. Қараңызда, сіз менен бізді Аллах Субхана тағала Құр'анда не дейді? Ар-риджал дейді, еркек дейді. Үйді басқаратын еркек басқарады үйді. Қараңыз, үйді еркек басқарады. Тоқта деді да, тоқта. Болмайды деп еді. Енді әйел кісі бұлай алып кетеді ғой, білесіз. Жарайды деді. Онда деді, азырағын істетейік деді. Ол анау бәрі біз тауып апарып бергенге ол сүйінші береді ғой. Сонда біз айтамыз, сен сүйіншін керек емес, біз алып істетіп қойғанбыз дей саламыз. Біраз ойланта еркекші қараңызда, еркекші шынымен риджал болу керек. Тоқта деді. Болмайды, бұл да болмайды деді. Енді түнімен айналдырып шықты, жоқ қой. Сөйтті да мен бір шығайын деп, бір шығып көрейін деп, Меккені аралап жүрсе, бір адам айқайлап атыр, адамдар жиналып қалған. Ей, Мекке халқы, менің осында бір ақшам түсіп қалды, соны тауып беріңдер. Білесіңдер ме, Меккенің халқына жерге түсіп қалған затты алу сендерге харам деп сондай айқайлап атыр. Бұл жайлап келіп тұрды, кейін сұрады. Ей, тоқта деді. Егер деді, сен деді, саған деді, соны әкеп берсе, тауып алған сенің алтыныңды әкеп берсе, сен деді, сүйіншіге не бересің деді. Сөйтіп еді, бір тиын бермеймін деді. Бір тиын бермеймін деді. Ол деді, менің ақым деді. Кейін бұл шошып кетті, тоқта деді. Сонша алтыныңда деді, бір кішкентай ғана сүйін, бір тиын бермейді, ол сендегі ханым деді ма? Кейін бұл ойланып қалды, мынау не деп кетті, мынау таза жынды екен ғой мынау. Кешке үйіне барып әйеліне айтты, ол деді, таза бір жынды адам екен деді. Бір тиын бермеймін деп жатыр екен. Әйел айтты, ей деді, ол ашуланып жатыр ғой деді. Ертең барған ол өзіне келіп қалады деді. Сол жарайды, ертесіне барды, қарап тұр, анау одан бетер айқайлап жатыр. Кеңірдегі жарылып кетен айқайлап. Сонда тоқта деді. Сен енді ешнәрсе бермеймін десең деді, ешкім саған тауып бермейді ғой деді. Кішкентай бір нәрсе берем десең береді ғой деді. Сөйтіп еді, жоқ деді. Валлахи деді, бір тиын бермеймін деді. Валлахи деді, бір тиын бермеймін деді. Сол настроениясы болмай, адамда тарқағаннан кейін жаңағы келді, жүрді үйге деді. Сыртын айтты, оны бәрін айтып түсіндірді. Үйіне келді, кемпір әкел деді, амменді алып келді. Әйел де бейшара енді бірдеңкесі беретін шығар деп үміттеніп отырды енді. Сөйтіп ана оқ деді, осы деді да, былай көрді, жақсы деді да, алды кетті. Рахмет айтқан жоқ, Алла разы болсын да деген жоқ. Кетті, ана кемпір мен шал бір-біріне қарап отырып қалды. Енді мейлден деді. Құдайдан сұра берейік деді. Müslüman adamның саналығы, сабырлығы, қанағатшылдығы қандай да? Содан келді, енді өздерінің жұмыстарына кірісіп отыр. Бір-екі сағаттан кейін ана есік тақылдап қалды. Әйел келіп қараса, жаңағы тұр ғой. Ойбай да жүгіріп шалынды. Әй деді, анау қайтып келді, ана тентек деді. Оның үшін ақша алмаған ба едің деді. Жоқ, алған жоқ едім деді. Енді бейшаралар бұлар қорқып, дірілдеп. Жайлап естім, не болды деген, ішке кірсем болады ма деді. Жарайды, болады деді, кірі деді. Не алтының аш шықты ма деген, жоқ деді, бәрі жақсы деді. Келіп отырды. Менің әкем өте бай адам еді. Өте бай. Содан бізге мұралардың бәрін бөлді да, мынау бір кило алтынды ажыратып қойды да, Меккеге бар. Меккеге барғанда, сол Меккедегі ең тақуалы адамға беріп осыны деп айтты. Мен Меккеде деді, сендерден тақуалы адам көрген жоқпын деді. Қараңызда, шал мен кемпір өкіріп жыласып берді. Бұл оқиға Меккеге тарады. Сөйтіп Меккенің сол уақыттағы король өздің балдарына ананың 3 қызын алып берді.
Сол семья әлі күнге шейін берекелі бар. Қыздан тараған. Қараңыз. Адалдық, қараңызда, Алланың разылығына апару ақиқат. Ал бізде, Алла сақтасын, неше халықтың ақшасын жеп атқанын білмейді дейді ма? Жемқорлар ұсталып атыр, қамалып атыр. Кеше біреу қамалыпты да, ұстапты біреуді. Сөйтсе айтып атыр. Соны құтқарса болады ма, болмайды ма десе, жоқ дейді. Оны жерге тығып тастау керек дейді. Ол жаман парақор еді дейді. Ол жаман қатты алар еді дейді. Халық соқыр емес қой. Кімнің алатынын, кімнің беретінін де халық өте жақсы біледі. Парақорлықтан, алудан да, беруден де сақтануымыз керек. Аллах субхана ва таала елімізді аман қылсын.